Ағайындар, ауыр болса да айтайын, оңай емес, бірақ бір жігіттермен сөйлессем айтады да, 10-шы, 11-ші класс деген қазір, братан, қыз емес деген, қызық емес дейді, ондай қарап атқан жоқ қазір дейді да. Міне біздің шеше жеткен жетістігіміз, шешеге рахмет. Бала шағаның ана басындағы орамалмен алысып жүргендер шешең салайын. Көт ашылып кетейін деп жатыр қазір мектепте, шешесіне рахмет. Кім не қарап отыр әкең, ау тойлап жүрміз бәріміз. Көшенің бәрі тойхана, мына Шымкент, Алматы жағының бәрі тойхана. Бір-бірінің ішіп шешең салайын, бір-бірінің қатын белін ұстағанға мәз болып, бір-бірінің қатынымен жүріп атқан шешең салайын, қазақтың жігіттерін көріп атыр. Естіп атырық өткенде бір кішкене қызбен кішкене бала сөйлесіп тұр. Жүрегім ауырды ананы естіп шешең салайын. Не қыламыз ба дейді жаңағы. Мен шок болдым, Құдай барагарда, бірақ біздің ойымыз тек қана той, шешең салайын, той. Бизнес болып кетті әкең, ау. Бір завод жоқ елде. Өкіметке де өз сондай адам керек, сондай халық керек шығар, қой болып кеткен шешең салайын. Ешқандай болашақ ұрпақты уайымдамайтын. Тек қана шешең салайын аптасында 4 мәрте тойға бара беретін. Не болып бара жатырық бұл? Бір мықты кісі жоқ па шешең салайын? Бала шағамды үйлендірейін десем, менікі жас әлі. Шығарып шешең салайын 2 жаста әкеп, бір қой сойып шешеңе рахмет. Құдасына шапан, құдағиына шапан кигізіп, болды осымен той бітті, жастар бақытты болсын деп. Қол ұстатып жібер екеуін шешең салайын. Солар еңбек етіп бірге істеп шешең салайын. Ана адал еңбектің нан тәтті дейді, үйін алып шешең салайын. Мәшінесін алғаннан кейін солар ажыраспайды әкеңнің, ау бар ғой. Көшенің бәрі тойхана шешең салайын. Той, біз ағайындар тойлап жүрміз. Әңгіменің ашығы бар ғой, Шымкент, Алматың, бүкіліміз той. Шешеңе рахмет, мектепте анау қыздардың орамалмен күресіп жүр. Көті ашылып кетіп жатыр. Ағайындар, сұмдық дейді қазіргі жағдай. Біз білмейміз да, білетіндер айтып жатыр. Өте қиын енді шы. Еліміздің болашағымыз, біздің жастар ағайындар, қазақтың намысты жігіттері, біз ешейік, бірігейік. Бірдеңе жасайық бәріміз бірігіп. Шымкенттегі тойхананың бәрі құртайық, завод болсын соның бәрі кішкентай. Тек қана той әкең, ау, той болып кеткен, ойымыздың бәрі той. Жұмыс істейсің шешең салайын, тойға апарасын. Сөймен той істеу керек етпе, ақшам жинап алу керек деп жүреді. Біз бұлай дамымаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жылағың келеді шешеңе рахметші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқанда, той қымбаттаған кезде зина арзандайды деп. Біз тойды дамытып, қымбаттатып бизнеске жергеніміз зинақорлыққа жол ашып бердік ағайындар. Осыны есіміз жиып қолға алайық.